Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін бізде ордер блок тақырыбының екінші сабағы. Енді қазір біз шортқа қарастырайық. Шортқа ордер блок табу негізі дәл тура жаңағыдай, бірақ бізде қарама, яғни керісінше. Енді кеттік бірінші жерге қарайық, яғни дәл солай бізде хайда бірінші ликвидный шешіледі, И одан кейін бізде мына жердегі хайда, вот көріп тұрсыздар ғой. Осы жерде бірінші, екінші, үшінші біз үстінен санаймыз. Енді бұл жақта 1, 2, 3, біз жаңа былай астынан 1, 2, 3 деп санаған ек қой. Енді бұл жақта керісінше үстінен 1, 2, 3, потому что баға төменге қарай құлайды. Баға жоғарыға қарай өседі. Енді осы жерде имбаланс бар ма? 1, 2, 3, 3 свечаның арасында имбаланс бар. Значит, бізде қараңыздар, мынау не болады? Ордер блок болады. Вот осы бізде ордер блок болады. Өйткені бізде қараңыздар, бірінші және үшінші свечаның арасында осылай титтей ғана бізде не бар? ФВГ бар. Енді көбісі сұрайды, бізде имбаланс жоқ. Ал біз ол кезде ордер блок қалай табамыз? Енді кеттік, бізде мына жерде имбаланс жоқ позиция жасайық. Мысалға, мына қараңыздар. Енді бізде имбаланс жоқ, қараңыздар. Бірінші, екінші, үшінші свеча, имбалансы жоқ. Вот қараңыздар, бізде имбаланс жоқ. Вообще пустой орын жоқ бұл жерде. Сондықтан біз келесі свечаға секіре аламыз. Яғни 1, 2, 3 деп санасақ, қараңыздар. 1, 2, 3 деп санайтын болсақ, бізде еще имбаланс жоқ па? Онда біз мына свечаға істейміз, секіреміз. Содан кейін біз мына свечадан қайтадан 1 деп санаймыз. 1, 2, 3. Осы жақта имбаланс бар ма? Бар, Значит, бізде екінші свеча. Санағанымыз бойынша, реттік сан бойынша екінші свеча, ал біздің санаған формуламыз бойынша, мынау бірінші свеча не болады? Ордер блок болады. Вот осы ордер блок. Потому что мына жақта имбаланс бар. Вот мына жерде имбаланс бар, из-за этого мынау ордер блок болады. Сондықтан ордер блок всегда бізде имбаланстың жанында жүреді. Ал бізде вот ликвидность аяқты шешіп қойған, сондықтан біз оған уже мән бермейміз. Түсінікті ғой. Дәл солай бізде лонговыйда да сондай. Қараңыздар, мысалға, гэп жоқ па? Мына жақта гэп жоқ, көріп тұрсыздар. Мына жерде бірінші, екінші, үшінші свечаның арасында гэп жоқ. Онда біз келесіге секіреміз. 1, 2, 3. Мына жерде бізде свеча бар деп ойлаңыздар. Значит, бізде мына жер пустой, значит, мына жерде бізде гэп бар. И мынау жердегі бізде мына свеча, вот мына свеча, ол не болып саналады? Яғни ордер блок болып саналады. Енді кеттік. Графиктан не қараймыз біз? Мысалдар қарайық. Енді мына жерде қарасаңыздар, баға не істеп жатыр? Төменге қарай құлап жатыр. Вот. Бізде не болған? Слом болған. Вот көріп тұрсыздар. Бос болған. Вот көріп тұрсыздар, бос болған міне. Бос бар, Бос бар. Значит, біз бос болғаны үшін біз мынадан не істей аламыз? Мына жерден біз уже шортқа позиция қарастыра аламыз. Сондықтан біз не істейміз? Мына жерде имбаланстар сызамыз. И ордер блоктан. Мына свечаның алдыңғы несі хайы не істеді? Бізде шешті. И при этом 1, 2, 3 имбаланс бар ма? Осы 3 свечаның арасында мен жоғардан санап тұрмын. Бірінші свеча, екінші свеча, үшінші свеча. Имбаланс бар, значит, мынау бізде не болады? Ордер блок болады. Баға ордер блокқа келген и откат алған. Жаңағы айтқандай, кішкене ордер блоктан бағаны не істейміз? Яғни стопты жоғары қойғанымыз дұрыс болады. Өйткені бізде иногда свип деген бағадан чуть фитилмен асып кетуі мүмкін, ордер блокты тесіп. Сондықтан солай жасағандарыңыз дұрыс. Мысалға, енді мына жерде take стопты қалай қоямыз? Бізде мына жерден кіретін болсақ, мына кіші бізде 1 сағаттық стоп, не ғой? Біз немен қарастық болады? Кішкентай 15 минуттықты тағы да ішіне осы жерден ордер блок қарастыра аламыз. Кішкентай ордер блок тауып алып, содан осы жерден кіріп кете аламыз. Қараңыздар, мына жерде кірдік па? Міне біз кірдік қой мына жерде. Значит, біздегі алғашқы take мына жер болады. Көріп тұрсыздар, мына лой біздегі алғашқы тейкіміз болады. Енді бізде мына жерде қазір win rate-ін қарасаңыздар 9-да 45 деп көрсетіп тұр. Нуланы біз енді сәл реалистична қарайтын болсақ, біз мына жерден ба кірдік деп ойлайық. Қазір 1 минут осы кішкене артқа қарай шығарып қоямыз ордер блоктан. Вот осы жерден ба кірдік деп ойлайық. Сіздер мына жерге енді текст ұстасаңыздар, онда сіздерді көріп тұрғандарыңыздай мықты не болады? Прибыль болады. Енді кеттік. Бізде тағы да қарастырайық біраз мысал. Мына жер, көріп тұрсыздар. Енді кеттік. Міне, бізде жаңағы имбаланс болмай қалды деген жерді қараймыз.
қараймыз. Вот сыздық бос болды, иә. Бос болғанда енді қараңыздар, біз мына жақтан қарастыра алмаймыз ешқандай ордер блок. Қараңыздар, ешқандай арасында имбаланс жоқ, 1-2-3 имбаланс жоқ, 1-2-3 имбаланс жоқ. Бізде келесі правильный откат вот тут. Яғни ол қалай откат беріп тұр? Яғни баға бүйтіп құлаған, бүйтіп өскен, жоғары қарай өскен, өстіп құлаған. Сондықтан біз мына хайдан енді ордер блок табамыз. Біз мына хайдан ешқандай ордер блок тапқан жоқпыз. Кеттік. 1, 2, 3 имбаланс бар ма? Бар. Значит, бізде мына жерде правильный ордер блок мынау болады. Бізде мынау ордер блок болмайды. Мына жер қараңыздар. Өйткені 1, 2, 3 имбаланс жоқ. 1, 2, 3 имбаланс жоқ. 1, 2, 3 имбаланс жоқ. Мына бір орында тұрған жерде явно имбаланс жоқ. Мына жерге баға не істейді? Келеді, откат алды и шортқа қарай біздегі лойымызға дейін өзіміздің вот мына жерге дейін әдемі болып не істеді? Құлап берді. Вот. Көріп тұрсыздар ғой. Біз жаңағыдай короткая позицияны ашайық. Мысалы, примерно осы ордер блоктың 0,5-касында кірдіңіздер дейік. Ордер блоктың 0,5 ішіндегі зона, иә. Содан кірдіңіздер. Т мына жерде тұр. Міне мына лойда тұр. И бізде стоп-лосс сол кішкене фибодан, яғни біздегі неден блоктан жоғары тұр. Міне осылай тұр дейік. Риск 1,5. Өте жақсы қозғалыс. Өте күшті. Өйткені евро-доллар бізде технично жақсы жүреді. Технично сіздер сделкаларыңызды жақсы ұстайсыздар. Сондықтан осылай міндетті түрде сызып, практика жасағандарыңыз дұрысырақ. Өйткені сіздер когда практика жасайсыздар, сіздерде сол кезде полностью графикті мысалға түсіне аласыздар. Если графикті сіздер түсінбеген жағдайда, онда сіздерге не қиын болады, яғни ордер блок табу барлығы қиын болады. Мына жақтың бәріне мысалға бағанағыдай восходящийдан сызып, нисходящийдан сызып таба беріңіздер. Мына жаққа сызыңыздар, мына жаққа дейін лонгқа дейінгі позициялар сызыңыздар, шортқа позициялар сызыңыздар, лонгқа сызыңыздар, шортқа сызыңыздар. Жоқ па, тағы да сызыңыздар. Сұрақтар бар ма? Комментарийға қойыңыздар. Телеграмға жазыңыздар. Менде телеграм каналым бар, еще плюс доступым ашық, жекеге жазсаңыздар болады. Лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар міндетті түрде. Бұл менің еңбегім. Алдағы уақытта тағы да біраз сабақтар шығарам. Тағы да разборлар өте көп шығарам. Так что уайымдамаңыздар.